Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Үйшілер, балашаға аулелеріңіз аман ба, аман отырсыздар ма? Міне бізде Аллаға шүкір, кешегінде көрдіңдер, жұмыс істеп отырғанымызда Аллаға шүкір, Алла күш-қуат берсін деп қоямыз. Бізде әзір сол жұмыста қазір бір қатар бір көрсетіп өтейін, не істеп отырғанымызды, не қойып отырғанымызды, ең бастан бастап түсінбей қалғандар бар шығар, кіре берсіміз, мінекей. Осы жерден кіресең, мына жерде уже теплый полларын тарттық. Мінекей. Аллаға шүкір, ар жаққа қарап, бәрінде жалғап қойыппан, мінекей. Аллаға шүкір. Теплый полларының подачасы, обраткасы. Осы жерден бұлай қарап тартып, кеше су құйып, тексеріп, не қылдым. Что ертең не болмасын, гуман болмасын деп. Суды системаға жібердім. Бәрін тексердім. Енді әз мына жерде мінекей готовый жаңа не таярлап жатырмын, растворды. Мынаны тартып қойдық мінекей. Теплый полда. Көрдіңдер ме? Мінекей, Аллаға шүкір. Мінекей, бұлай еп келеді. Содан кейін мына қызал неге береді? Екі спальняға. Мына спальный менен ана спальныйды бір алдық. Мынау подачасы, мынау обраткасы. Осы екі комнатаға 96 метр кетті. 96 жарым ба, 97 есабы мына комната мен мына комнатаға. 96-97 метрдей кетті. Енді залды да сондай қылдық. Мінекей. Аллаға шүкір. Батареяларын бәрін кесіп қайттан істедік. Мінекей. Қарап отырсаң, әзір стенадан көрінбейді мінекей. Жоқ болып кетеді, ішінде қалады стенаның. Енді бұны теплый полда бұл жер 190 метр кетеді залға. 192-193 метр кетеді. Залдың полный бұлай деп айналып, анаяққа барып, жалғанғанша 192-193 сол құрақындай метр кетеді шләңгі. Енді бұл ертең күні қиналып қалмасын, бұл қызбай қалмасын деп, бұны да бөліп тастадық. 96 мынаусы, мына аяқ тұрғаннан мына жағына где-то қанша кетті? 98 метр кетті, 98 метр. Мына аяқтан бұлай қарай. Мына жағына ана жерден басылап бұлай айналып келгені, бұл жерге 87 метр ма кетті. Енді қарап отырсаңлар, мынау 97 метр, ар жағында 98 метр, мынаусы 87 метр. Көрдіңдер ме? Себебі ертең қызбай қалмасын, рүгіліп қылса қиын болмасын деп сондай қылдық. Міне Аллаға шүкір, уже енді әзір несін басылаймыз. Стяжкасын басылаймын, енді құдай қаласа заготовкасын таярлаймын. Сырттан тасып, беліміз бар, әнекей. Сол белмен әзан аяқтан тасимыз. Құдай қаласа растворды. Яғни нені? Шебінде. Әнекей ташқым бар. Құдайға шүкір. Мына 5 қалта цемент мінекей. Бір істейміз 13 ташқы ма? 5 қалта болса 14 ташқы болады. 14 ташқы шебін тасимыз. Ол забордың сыртында. Әзір бір көрсетейін онда қай жақта екен. Кеше біздерде снигерсіміз бітіп қалды. Бір машин снигерс түсірдік. Әнекей. Қайттан бір хоба түсірдік, яғни 30 тонналық, 25 тонналық. Мына жерде жаңағы конкурсқа қойған бір скутерден түсіріп өтейін. Көпшілігі көрмей атаған шығар, біздерде енді Қарақалпақстан Республикасының бұқарасы болғаннан кейін біздерде правода жоқ. Мінекей шаң басып жатыр, көріп отырсыздар. Бұның багажы, өне тұрыпты не багажы. Артында ящигі. Оны салып қоя берсем болады мінекей. Көрдіңдер ме, ұлым ане алмайды ме? Шаң болып тұртты мінекей. Мойкеге бір тыға басаң, бай-бай, тап-таза болады мінекей. Каскісіне қара, садаған кетейін. Мінекей, мойкеге салсаң, бұл тап-таза болатын нәрсе. Мінекей, көрдіңдер ме? Тап-таза болады. Шаң басып тұртты мінекей. Кешегінде конкурста айтып атымыз ғой, скутер мотокөлікті, міне, танк про деген, 150 куб. Тек шаң басып жатыр, праба жоқ. Қарақалпақтың бұқарасы болғаннан кейін біздерге праба берілмей деген
және басқа мемлекеттің бұқарасы бар екен, сондай екен. Құласы бәр жер шаң басып жатыр. Телефон держателі де бар. Бұл анау емес, бұл темір. Қазіргі пластмасс, білесіздер, пластмасс сынып қалады. Телефонда дұрыс ұстамайды пластмассалар. Мынау темір мінекей. Резваменен көрдіңдер ме? Бонд. Қандай тамаша. Бұл енді біраз уақыттан бері тұртты. Мартта ма, қайсысы? Апрельде ме не шықты ғой жаңағы? Тәртіп қағида. Мінекей. Правац деген шықты, содан бері қалды. Әлі енді әзіз құрметті ықыласмендеріміз сондай біздердегі жағдайларымыз. Енді қолап қуатлап тұрудан шаршамаңдар, арғырап, Құдай қаласа көріп бара бересіздер. Жолығар өлмегенге не жетсін өлмегенге. Өмір деген осындай жаным менің, қайтер едің өмірге келмегенде. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз төзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде. Шөл дегенде. Не де болса тәуекел тең көреміз. Әкел бері қайғыны тең бөлеміз. Бірімізге біріміз дем берейік. Бір арбаның астында дөңгелейік. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз төзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде. Шөл дегенде. Бөлейік қайғыны келісеміз. Алауында уында теңішеміз. Кезбе бақыт кездесіп қалса бізге. Тепе-тең ғып өз үшке тең бөлеміз. Қайтер едік өмірге. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Көнеміз ғой қайтеміз төзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Көнеміз ғой қайтеміз төзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде. Шөл дегенде. Маған ұстазың кім деп айтса, мен өмір деп айтамын. Һәм ол сағанам ұстазлық етеді деп айтамын. Ауырсақ иілеміз, бүгілеміз. Шыдаймыз, бір өліп тірілеміз. Тәуір болған уақытта бәрі отырып Құдайыңды ұмытып керілеміз.
Qancha көп жасасаң да сонша білмей жеңіп жүрміз деп жүріп жеңілеміз. Өзіңнен бір өксім көп тапқан ақыллы деп бетіне күлеміз. Ата-ананы тірісінде қадірлемей өлген соң елге тамақ жегіземіз. Сөз ол жақтағы тамағы деп бәрін жинап тие берсін дегіземіз. Қымбатырақ бір жалық соймадым деп өзімше өмірден өкінеміз. Әулиеге кірген кезде молла болып, шыққан соң өлгенше сөгінеміз. Алдында не боларын ешкім білмесін. Дүккеннен кейін барып шегінеміз. Тіріңде жау болғанның бәрін ұтып, түбінде бұл дүниеден жеңілеміз. Бендешілік арманымыз ат басындай. Себебі сен өмірге бір келесің. Өз балаң өзің ақыл үйретеді. Жақсы бол, жаман жолдан жүрме десең. Қайтама өзіңізге қырсығады, ол жағына қарасаң сөзге шешен. Ақыры тыңламаса деп айтасаң, өз күніне сау жүрсін, аман есен. Дегенмен сәл басқаша болады екен, өзің еккен бидайдың нан жесең, ағайынды қалай шайға шақырасың, ырыс құятығын сынса кесең. Сол үшін тірісінде сыйлап қалың. Мәңгіге тұрмайды ғой әке шешең. 6 сотық жер үшін көп таласып, 2 метр жер алып үлгересің. Қалесең шаңырағың шат болған. Қалесең мінгеніңіз ат болған. Har atқан қадеміңді аңлап басқыл, қалесең жамалықтың жат болған. Аз сөйлеп көбірек тыңлай бергіл, қалесең дұшманыңның мат болған. Білмейді қаларсаң аяқтайып, ізіңде бақ емес дақ қалған. Баяғы ақыл сөз айтқан ауыз кейінде қусырылып жақ қалған. 5 бармақты аузыңа тыға берме, қалесең балашаға тоқ болған. Өмірдің барысында көріп жүрміз, алдында бәрі тұрып аш болған. Қартайғанда зиян болса кімге керек, жасылығында оқ болғаның, шоқ болғаның. Бәрінен бір-ақ күнде айырылғанда көрерсің инфаркттың сот болған. Тіріңді сауабыңды арттырып қал, өлгенің ертеңгі күн жоқ болған. Ал туысқандар, дастарханнан нан кетпесін, дәстүрлі елімізден сән кетпесін. Бар күшті жинап жеттім дегеніңде қолыңды сөз olmasтай хал кетпесін. Ентігіп дем жетіспей тұрғанда тағырдан көтеріліп шаң кетпесін. Ызғарда пәстеналар деген сөз бар, тау болсаң басыңыздан қар кетпесін. Біреулер дәулетіңнен пайдаланып тайғанда айтып қалар, бар өкпесін. Бәрінен шүкір болып келгеніңде беру үшін бір тырнаққа зар етпесін. Аузымыз енді асқа тиген кезде мұрнымыздан сорғалап қан кетпесін. Balın uyanıp baktın can basau yalgan şu dünyaya kelgen boldum ha. Işkılı salın al birin kan basau muhabbat bağın al kirgen boldum ha. Şağlap Xuday koskan kostavrın menen kadir bilir kalem kaslavrın menen. Şağal mesli kurmay dostlarım menen. 5 günlük devrandı ya sürgen buldum ha. Gül ışkında kuymek bülbüldün kere ansağanım tuğan jerde Behre Endire kalgır arzu ermanın beri Jat jurtda tüsüme yav kirgen buldum Salcasın kaytsa şalkıp uçalmaz kıyal. Kabrinin basında bir jası hayal. Jılap kalmagan soğa ölgen buldum. Kabrinin basında bir jası hayal. Jılap kalmagan soğa ölgen buldum. 「
Yıldın hiyağı, tulbar tuyağı. Beriniz akıllı, berin ziyalı. Ey aziz halkımın aziz ulları, kastirlip avaylan birbirinizde. Ey aziz halkımın aziz ulları, kastirlip avaylan birbirinizde. Şairsan berinti yılda şarlasan, danışmanısız yılı şurtta sıylasan. Kirişik evlattın kamın oylasan, kastirlip havaylan birbirinizde. Kirişik evlattın kamın oylasan, kastirlip havaylan birbirinizde. Özün dişer bilsin, başkanı zor bil. Emmidi özündey, özünü ten bil. Berdisin gibi, minik geçse bil. Kastirlip avaylan birbirinizde. Berdisin gibi, minik geçse bil. Kastirlip avaylan birbirinizde. Biriniz kavharsız, bedeniz türsüz. Dünyada temiz çok, hakiki hırsız. Yaşamak müşküldür, berensiz. Kastirlip avaylan birbirinizde. Yaşamak müşküldür, berensiz. Kastirlip avaylan birbirinizde. Kastirlip avaylan birbirinizde. Şagizdim ihtiyarın közleri. Kalbi sonra barardır saklamaz aldım gözlerim. Navbaharım hancım gazilim, navbaharım gözleri. Kalbi dağlap kettim mendin, harbi bağlım gözleri. Ayrılık diye ki şeref alım beni. Tegir davşın ben bulayım, baltı bulur yolum beni. Kavmi kardeşim tanımay, şar bulur yelim benim. Arzu arman bilimi algan, kanıdır yoldaşım beni. Bilimi algan kanıdır yoldaşım beni. Eyni yalsa öttü ömrüm bir sakal davran eken. Hem de dur yaşlılıkta öttü ulan vakal eken.
Bağlanağının ah tümü vayran eken Neşemin jıl jasalsan da ahırı armağan eken Şaskının ötüp kış ettiğin tanı bahaldım gözleri Şaskının ötüp kış ettiğin tanı bahaldım gözleri Onun beşinde gezdim kız kulümde şahsıdım Şekerim al bez otazında sözler aytım sazıdım Bülbüldek uçtum havağa şan olup ervaz etem Avşındek değirmemi turdum davranıp havlaz etem Nalbaharım kanşım gazilim Nalbaharım gözleri Kalbimden şettim bendim Harbi bağrım gözleri Bağlın uyanıp baktın can basav yalgan şu dünyaga kirgen boldum ah Işığı salın almirin kan basav muhabbat bağına kirgen boldum ah Şağlap kuday koskan kostavrin menen kadir bilir kalem kaslavrin menen Şağal mesli kurmay dostlarım menen 5 günlük devrandı ya sürgen buldum Gül ışkında kuymek bülbüldün kere ansağanım tuğan yerden beherre Endire kalgır arzu ermanın beri Jat yurtta tüsüme ya kirgen buldum Salcasın kaytsa şalkıp uçalmaz kıyal Kabrinin basında bir jası hayal Jılap kalmadan sonra ölgen buldum Kabrinin basında bir jası hayal Jılap kalmadan sonra ölgen buldum Assalamu alaikum, hayırlı gün, kadirli bölent boğan Kayırsak Ot kanalının klasmentlері, hem hürmetli halkımız kalaysızlar. Aman jatpırında mı, үй işler, bala şaqa oğullar, ақлық шаулықлар, сау саламат па, аман отырсыздар ма? Bizler de bilesizler, өткенде бір-екі несін салып едік. Бір-екі insanlar түсінбей қалған екен, бұл не деп. Бұл енді осымыз міне білесіздер, осы қаншама қарамаңлай терменен, қарамаңлай минетпенен, бала шағаны осындай қадал ақшаменен, Аллаға шүкір, инсанның ақысына кірмей, осындай алып тауып отырған табысымыз міне білесіздер, Аллаға шүкір. Енді бұл жерде 20 ташқа не бар? Шебін 20 ташқа 7 қалта семент салынды. Ал енді мына ташқымен мінекей 20 ташқа шебін, яғни снигерс, 7 қалта семент. Ана 7 қалта сементтің пустойлары. Енді бұл жерде біздер әзір тиктокта, яғни прямой эфирдеміз міне. Прямой эфирді қосып қойып жұмыс істей беремін мінекей.
Ана қасында напарнигім бар. Тілі жоқ, Құдайға шүкір, ақша сорамайды, нан сорамайды, су сорамайды. Тек қана жылына бір мәртебе 1000 теңге салып тұрсаң болды. Сондай подсобнигім бар. Құдайға шүкір. Енді бұл жерде біздерде міне жұмысымыз. Мынаны өткенде құйдық. Мына жердің де стяжкасын құйып едік. Енді мына жердің стяжкасын құйдым, Аллаға шүкір. Мына жерді құйдық. Енді мен өзім жалғыз емеспін. Осы түсіріп тұрған телефон бар, штативім бар, колонкам бар, мен барман. Азғантай бір анда-санда бір көмек бере тұрған инсан бар. Мінекей мына жерде стяжканы құйдық. Енді кешегінде мына жердің теплый полын тартып тастадым. Міне, Аллаға шүкір. Мінекей. Мына жерім мінекей теплый пол тартылып тұр. Көрдіңдер ме? Қандай ажайып, О, әне. Мінекей, мынау енді сырттан кіретін есігіміз. Енді мінекей сырттан кіретін есігіміз. Аллаға шүкір. Әмме заттар далаға шығарып тастадық. Енді әзір Құдай қаласа ананы құйып болсақ болды. Аллаға шүкір. Надан деп сырттан кіресең үйге қарап. Үйге кірдік. Уже білесіздер, теплый полымыз басталады. Ая жағыда теплый пол. Енді сол 20 ташка, 7 қалта цемент, сол мына жерлерге жетер ме екен бала? Жетпей ме екен? Қалай ойлайсыздар? Қандай ажайып, қандай тамаша, Ой, бала. Бала, сондай жұмысларымыз мінекей. Құдайға шүкір. Қара мына не дейді? Ата-бабаларымыз айтады ғой. Минет етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Құдайға шүкір әйтеуір біздерде көре алмай жүрген инсандарға да Алла денсаулығын бекем қылсын, өмір жасын ұзақ қылсын, ырысқын есебесін мол қылсын. Неге десеңдер, мені өсек қылатын инсандарға айтарым, мен өліп кеткенше, сүйегім сіпсе болып, сүйегім шіріп кеткенше солар аман болсын, өсекшілерім. Менің күнәмді арқалау үшін өмір сүре берсін. Ары қарайда сол мен өлгеннен кейінде тіллерді дастан етіп, мынандай бір қайыршы өліп қалды ғой деп тіллерді дастан етіп жүрсін. Құдай қаласа амандық болса сол бейішке кіремен деген жігем аман болсын. Енді ары қарап лайк басып, комментарий жазып отырамыз, ары қарап өздеріңіз білесіздер. Құдай қаласа амандық болса осы үйді бітіреміз, қалай бітеді, солай уже сапарға аттанамыз. Білесіздер, баяғы жеті шаңырақтың несі бар, біздерде мойнымызға алған жауапкершілігі бар. Яғни, осы жеті шаңырақты Құдай қаласа амандық болса Қарақалпақстан Республикасының Нөкіс қаласының аймағынан жеті шаңыраққа үй салынады деп айтылды, білесіздер оны. Соның 710.800 теңгесі ма, 711.800 теңгесі ма менде тұртты. Енді Құдай қаласа сол жеті шаңыраққа да сіздердің қол көмектеріңіз керек. Адам санын көбейтіп, садақа беретін инсандарды каналымызға шақырып, осы Қайыр Сахауат каналына подписация болып, тіркеліп, жақсы комментариялар жазып отырса, бұдан басқан бақыт жоқ. Бәршеңізге рахмет. Осы күнге дейін, осы уақытқа дейін қолдап қуатлап келген, жақсы пікірлеріңізді жазып келген бәрше мөмін мұсылман халқымызға рахметімізді айтамыз. Алланың нұры жаусын. Қай жерде жүрсеңіз де Алла аманлығыңызды берсін. Бәрше мүсәпірде бала шағаның ырысқын есебесі, қара қазанның қайғысы деп, қайғыланып жүрген бәрше мүсәпірлерге әумет яр болсын. Алланың бағында һәм нәзерінде болғайсызлар. Алланың нәзерінен тыс қарда, сыртта қалып қоймауды Алла нәсіп етсін. Ары қарап көп сөйлеп демеңдер. Құдай қаласа амандық болса сапарымыз басталады. Өткен 1-2 жылдықта білесіздер, 2022 жылы қажылық сапарына 1500 адам Макка қаласына кіріп барып еді. Мадина қаласына бір қаншама адамдармен кіріп барды. Одан кейін Макка қаласына таңғы сағат 4:30 ба или 5:30 ма шамаменен сол уақытта 1500 адам болып кіріп барып едік. Енді Құдай қаласа сапарға амандық болса неше мың адаммен шығамыз. Оны әлбетте бір Алла біледі, одан кейін сіздер білесіздер. Неге? Сіздер, потому что сіздер лайк басасыз, комментарий жазасыз, соған қарап анықтауға болады. Құдай қаласа сапарымызға аз қалды. Ат салысып, арпаласып, жақсы тілектерімізді жазып отырайық. Кеттік ары қарап.